Сәлем достар, Токабокада жаңа локация тегін көшіріп жүктеп алыңыздар. Постройтты басамыз, міне бізге дайын болды. Локациямыз көшірілуде. Бұл тегін. Сырты міне мынандай. Енді ішіне кіріп көрейік. Есік алдында жаңа прическамен бала тұр. Өз сондай сүйкімді екен. Ал мына жігіт осында істейтін сатушы сияқты. Көк шапкадағы жігіт көзінде көзілдірік және есіктің алдында күшік үстел, сонымен қатар құстың ұясы бар мына жерде және логотип. Кафенің логотипі және тәтті. Бұнда енді көп өзгешелік жоқ, әдеттегідей Токабокада бар заттар. Мына жерде гүл және хот-дог. Сонымен қойып дәмді. Тағы да мұнда не барын қарайық. Ішінде, үстел үстінде міне гүл тұр, мороженый, балмұздақ және де мына жерде кофе қайнататын машина, шайнек, кофешик. Тәттіні міндетті түрде кофемен ішкен жақсы көреді көпшілік адамдар. Тағы не барын қарайық мұнда. Бәліштер. Мынау шиден жасалынған бәліш екен. Өте дәмді деп ойлаймын. Пирог. Қазір мен сіздерге олардың қалай жасалатынын көрсететін боламын. Сонымен қатар міне Токабокадағы құпия алмаз жасырынған екен. Онда тауып алдық. Қазір міне тортты қалай жасау керегін көрсетіп жатырмын. Шоколадтан қандай торт істеуге болады? Шоколадный торт. Бұл да дәмді деп ойлаймын. Қазір көрейік тағы не жасауға болатынын. Холодильник іші толған азық түлік. Әрине пекарнийда неше түрлі дәмділерді алуға болады. Негізінен бұнда көптеген заттар бұрыннан Токабокада болған заттар, жаңа көп ештеңе жоқ. Не алмадан жасалынған пирог, бәліш. Тәттілерді пісіретін печка бар мұнда. Мұнда жаңа ыдыс бар. Өз сондай сүйкімді. Мен бұны істетем.